құпия сандық ашылады ма? Бұл құпия сөз сияқты. Мына сандықтардың барлығында Лараның заттары тұр ғой. Неге мұнда жатыр бұл заттардың барлығы? Неге мұнда сақтап қойған? Неге жасырады? Янда тұрған тура біздікіндей көйлек қой. Лананың көйлегі үстінде, Лараның көйлегі үстінде. Мұнда үшіншісі неге жатыр? Ойбай, біреу келе жатыр, тығылу керек. Мына кітапты алайын, түнде оқып жатамын. Лара, сенесің бе, қоймада сенің көйлегің болды. Менің көйлегім? Мен оны киіп алғам ғой. Мен точно көрдім. Қызық екен, ал сен оны көрдің ба? Мен нақты көрдім, және сенің ескі заттарың да болды сол жерде. Менің заттарым өзімде ғой, сен не деп тұрсың? Білмеймін, бізден бірдеңе жасыратын сияқты. Мұны анықтау керек. Жарайды, кейін анықтайсың, ал қазір сабаққа кетейік, кешігемін. Сәлем, Лана. Мен суреттерді шығарып келдім, сен мәтінді алып келдің ба? Мәтін бізде Лараның міндетінде еді ғой. Ой, мен ұмытып кетіппін. Ол ұмытып кетіпті, енді не істейміз? Жарайды, шығара саламыз қазір. Лана, болды, қой ондайыңды. Мен жұбымды ауыстыруын сұраймын, сен біртүрлісің. Сен қуасың ба? Болды, мен кеттім. Давай. Қанша зая кеткен уақытым-ай. Мынаған не болған? Айттым ғой мен саған оны біртүрлі деп. Жарайды, онда сабаққа кеттік. Мен тамақ жемеймін, маған салмай-ақ қойың. Мен де тамақ жемеймін, маған да салма. Жарайды. Лана, сен әдетте тамақ жеуден бас тартпайтынсың ғой, бәрі дұрыс па мектепте? Ештеңе болмады, бәрі дұрыс. Жоқ, бірдеңе болған сияқты, не болғанын айт. Шынымды айтсам, мен сендердің кеше бірдеңе жасырғандарыңды көрдім. Сонымен аштың ба ол жерді? Неге жасыратындарыңды білмедім, бірақ мен барып көрдім. Ол жақтан бір қорап көрдім. Қорапта тура мен киіп алғандай және Лара киіп алғандай көйлек жатыр. Ол көйлекті екеуміз де киіп алғанбыз, бірақ үшіншісі артық. Саған білуге әлі ерте. Түнде тақырлап еді сен екен ғой. Мен. Лана, сен психологқа баруыңды жалғастыр. Мен жалғастырамын, бірақ мұнда не болғаны маған да қызық. Неге ондай көйлек үшеу керек сендерге? Просто бізге осыны түсіндіріңдерші. Неге оларда әжемнің ескі заттарымен бірге сақтап жатырсыңдар? Оны Лара қолданады ғой. Осыны енді түсіндіресіңдер ма? Лана, біз саған оны кейін айтамыз, кейін айтамыз. Мүмкін оны мен қазір білгім келетін шығар. Лана, жоқ, уақыты келгенде түсінесің. Лара, қайда кетіп бара жатырсың? Тамағыңды қоя тұр, Лананың артынан жүреміз, жүр. Жүр, кеттік, жүгіреміз. Лара. Неге именно осы жерге қашты? Бұл орман, өрттен алдын біз осы жерде болған орман ғой, ойнайтын едік Ларамен үнемі. Бум. Сен тағы да қорқып кеттің ба? Лара, сен тағы да қашып кеттің. Неге қашып кетесің, Жай, осы жерді көрсеткім келді саған. Лана, біз сені таптық, неге қашып кетесің сен? Біз саған құпияны айтатын боп шештік. Уақыты да келді. Қандай құпия? Бір жыл алдын сендер ойнап келген кезде үйде өрт болған. Сол өрттен Лара қайтыс болады. Лараның қайтыс болғанын сен қабылдай алмадың. Сен бізге сенбедің және Лара өлді дегенді қабылдамадың. Өз ойынша Ларамен бірге өмір сүруді жалғастырдың. Лараны өз тобымызға алсақ, сен точно қарсы емессің, Жоқ. Қуаныштымын әрине, рахмет. Айтпақшы, мен сіңліммен бірге шешіп қойғанмын. Құбыжық ретінде жезтырнақты таңдап сол туралы жазсақ қалай? Жарайды. Жезтырнақ болса жезтырнақ. Лара, сенің үстіндегі көйлекті мен қораптан көрдім, және сенің ескі заттарың сол жақтағы қорапта сақталды. Неге екенін білмеймін. Сериалымыздың соңы. Қандай әсер алғандарыңды комментарийға жаза кетіңдер. Мен міндетті түрде барлығын оқимын. Сендердің қолдауларың өте маңызды.